Армысыздар жануарлар шындық арнасының ең батыл көрермендері. Бүгін біз сіздермен бірге шөл даланың нағыз түнгі қорқынышы фалангамен, яғни түйе өрмекшісімен танысамыз. Бұл табиғаттың ең оғаш әрі ең жылдам құбыжығы. Ол неге өрмекші де емес, шаян да емес. Оның алып тістерінің астында қандай сұмдық сыр жатыр? Видеоның соңына қарай сіз бұл мақұлықтың адамның етін қалай тірідей кесіп алатыны туралы ең қорқынышты ақпаратты білетін боласыз. Сондықтан видеоны 1 секундта жібермей соңына дейін көріңіз. Дәл қазір экран астындағы подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны қойып қойыңыз. Біз шөл даланың түнгі елесінің бет-пердесін ашамыз. Бастаймыз. Алдымен ең бастысынан бастайық. Бұл мақұлықтың қазақша атауы бөрі өрмекші. Халық арасында түйе өрмекшісі немесе фаланга деп аталады. Олар әлемнің барлық құрғақ әрі ыстық аймақтарында да кездеседі. Атап айтқанда Австралиядан басқа барлық құрлықтарда, таяу шығыс, солтүстік Африка және біздің Қазақстанның оңтүстік облыстарының шөлді әрі шөлейтті аймақтарында, мысалы Қызылорда, Түркістан облыстарында олардың нағыз сүйікті мекені болып табылады. Олар құмның астында немесе тастардың астындағы інде өмір сүреді. Енді ең үлкен шок ақпарат. Көпшілік оны түйе өрмекшісі деп атағанымен, ғылымда фаланга, бөрі өрмекшісі. Бұл таза өрмекші емес. Ол өрмекші тәрізділер класының бөлек дербес отряды. Неге өрмекші емес? Оның денесі өрмекшінікі сияқты екі бөліктен тұрса да, оның іш бөлігі сегменттелген. Бұл оны шаянға ұқсатады. Ең бастысы, оны өрмек тоқитын бездері жоқ. Ол ешқашан өрмек тоқымайды, өрмекпен аң ауламайды. Оның 10 аяғы бар сияқты көрінеді, бірақ оның алдыңғы екі үлкен өсіндісі аяғы емес, өте сезімтал тактилді датчиктер. Ол осы аяқтарымен түнде жолды сезеді, құрбанын табады және оны ұстап тұрады. Фаланганың басындағы ең қорқынышты ағза оның екі үлкен шаянның қысқышына ұқсайтын алып тісі. Олар кәдімгі шаянның қысқышынан 10 есе мықты. Бұл тістер оның аузынан шығып тұрған шаңшығы сияқты. Ол құрбанын осы тістермен бір тістегенде екіге бөліп тастай алады. Фаланга құрбанын тістеп алған соң, ол оны шайнамайды. Ол оны тірідей бөлшектеп, етін жұлып алады. Фаланганың тістерінде у бездері жоқ. Ол усыз, бірақ бұл оны қауіпсіз қылмайды. Оның тістерінде өте көп мөлшерде шіріген еттің қалдықтары мен инфекциялық бактериялар болады. Егер ол адамды тістесе, усыз болса да жарақатқа бактерия кіріп өте ауыр қабыну тудыруы мүмкін. Фаланга дыбыс шығара алады. Қауіп төнгенде немесе шабуыл жасағанда, ол алып тістерін бір-біріне үйкеп, ерекше сүйек сықырлаған, шыңғырған дыбыс шығарады. Бұл дыбыс стridуляция деп аталады. Бұл дыбысты естіген тіпті жыландар да қашуға тырысады. Ол түнгі шөлдің нағыз сүйек сылдырлатқан елесі сияқты. Фаланга нағыз түнгі жануар. Ол жарықты мүлдем жек көреді. Түнде фонар жаққанда, фаланганың фонарға қарай жылдам жүгіруінің себебі ол жарықтан емес, сол жарықтың айналасына жиналған жәндіктерден тамақтанғысы келеді. Ол нағыз сая іздегіш. Күндіз тіпті саяхатшылардың, түйелердің немесе адамдардың көлеңкесінде тығылып жатқан сәттері де өте көп. Сая ауысқанда, ол да көлеңкемен бірге қозғалады. Бұл оның түнгі елес имиджін одан сайын арттырады. Фаланга фантастикалық жылдам жыртқыш. Ол сағатына 16 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады. Бұл оны әлемдегі ең жылдам өрмекші тәрізділердің бірі қылады. Ол өрмекші тоқымайды, ол құрбанын сезіп, оған секундтар ішінде шабуыл жасап, алып тістерімен оны бөлшектеп тастайды. Ол күніне 3-4 шаянды немесе 10-нан астам шегірткені жеп тастай алады. Ол құрбанының сауытын
бір тістегенде уатып жіберетін қуатқа ие. Көне аңыздарға сенсек, фаланга түйелердің етін олардың ішіне кіріп тірідей кесіп жейтін болған. Бұл аңыз мүлдем негізсіз емес. Фаланга өте аяусыз. Ол тірі түйелердің, тіпті саяхатшылардың етін түнгі саяда тірідей алып тістерімен кесіп, оны өлексе сияқты жеуге тырысқан сәттері де кездеседі. Алайда оның уы жоқ болғандықтан, бұл түйелерді бірден өлтіре алмайды, бірақ өте ауыр жарақат қалдырады. Фаланганың өмір сүру ұзақтығы өте қысқа, небәрі 1-2 жыл. Олар күз айларында көбейеді. Шағылысу алдында фалангалар ерекше бір-біріне би билеген сияқты қимылдар жасайды. Еркек фаланга аналықты алып, тістерімен ұстап, оның ішіне өз жұмыртқасын егеді. Шағылысқан соң аналық фаланга құмның астынан 10-15 см тереңдікте туннель қазып, оның ішіне 50 немесе 50-ден бастап 200-ге дейін жұмыртқа салады. Жұмыртқаларын салған соң, ол ұяның аузын құммен шебер жауып, балаларын 3-4 ай бойы күтеді. Кішкентай ұзындығы небәрі 1 мм-лік оның балалары жұмыртқаны жарып шығып, бірден өз бетінше өмір сүруді бастайды. Олар қорқынышты көрінгенмен, фалангалар ауыл шаруашылығының ең үлкен құтқарушысы. Олар болмаса, жұлдызқұрттар, шегірткелер, шаяндар, шегірткелердің барлық түрлері бүкіл әлемнің егістігін жеп ашаршылық орнатар еді. Егер сіз осы уақытқа дейін бұл мақұлық туралы естімеген болсаңыз, пікірге естімедім деп жазып кетіңізші. Видео сізге табиғат шындығын ашуға көмектессе, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыз. Келесі видеода бұдан да сұмдық жаңалықтармен кездесеміз. Сау болыңыздар.